Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келіпсіздер. Егер сіздердің беляшилеріңіздің қамыры қатты болып немесе ортасындағы начинкасы дұрыс піспей жататын болса, дәл осы менің рецептіммен беляшиді дайындауға кеңес беремін. Ортасындағы фаршы толықтай пісіп, қамыры жұмсақ болып шығады. Олай болса бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы су және жылы сүт, 1 шай қасық тұз бен 1 ас қасық қантты саламыз. Сондай-ақ 1 жұмыртқамыз бен сұйық майымызды да құямыз. Және де бұл жерде менде қосымша қолдың қаймағында қосып жібердім. Ол маңызды емес, тек сұйық маймен де илей берсеңіздер болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйықтығымызға осындай құрғақ дрожжмен де құрғақ дрожждан 1 шай қасық саламыз және тағы да бір араластырып жібереміз. Және ең соңынан ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнды бәрін толықтай салып жібермеңіздер, аз-аздан сала отыра қамырды елейсіздер. Барлық қажетті заттардың мөлшерін сіздерге описанияға қалдырамын. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Қамырдың бетін пищевая пленкамен жауып, тура кем дегенде 1 сағатқа қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге фарш және де 1 үлкен пиязымыз бен 2 сарымсағымызды блендердің көзінен өткізіп, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприкамызды барлығын салып жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Мен қамырымды 1 сағат күткен жоқпын. Шамамен 40-45 минут уақыт аралығында енді көтеріліп келе жатқанда бірден жұмыс жасай бердім. Мінекей, осындай жұмсақ үлпілдек қамыр шығады. Осы қамырымызды өзіңізге ыңғайлы етіп бірнеше бөлікке бөлеміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Түрлі, оңай, бір жасағаннан шығатын пайдалы видео рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінекей, қамырымызды осылай дөңгелетіп, әр қамырымызды дізіп шығамыз. Содан соң беті кеуіп қалмас үшін салатан қалташасымен жауып қоямыз да, шетінен қамырымызды елеп, беляшимызды жасап бастай береміз. Қамырдың жұқалығы қатты қалың емес, осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқа болып шығады. Және ортасына тура 1 ас қасықты толтыра салмасын салып, дәл осы видеодағыдай бір-біріне біріктіре отыра шет-шетінен жабамыз. Яғни бізде ортасы ашық қалуы тиісті. Мінекей, мен бұл жерде негізі беляшиді бірінші рет жасап тұрмын, достар. Менде 1 жасағаннан ақ бірден осы рецептпен өте дәмді болып шықты. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір көрсетіп жіберейін. Дәл осылай салмасын ортасына салып, шет-шетін түйіп шығамыз. Мінекей, енді қызып тұрған орташа оттағы майымызда беляшимызды қызарғанша пісіреміз. Ең алдымен осылай астын фарш жағына қаратып пісіреміз. Сол кезде фарш толықтай пісетін болады. Мінекей, енді осылай аунатқаннан соң бірден ас қасықтың көмегімен шамамен орта қасықтай әрқайсысына ішіне сұйық майымыздан құйып шығамыз. Сол кезде толықтай пісетін болады.